Артық салмақтан арылғыңыз келген екен. Онда кірісіңіз мақсат айқын адамға ештеңе кедергі бола алмайды. Біз бүгін сізге артық салмақтан арылудың басты ережелерін айтамыз. Ол үшін ең алдымен фитнес залға барамыз дегенмен, онда жазды күні салмақ тастаймын дейтіндер көп шығар. Негізі фитнес залдарда қысты адам көп болады. Вообще адамдарға ыңғайлы кезі ғой. Уақыттары көп, қысты көп болады. Жазда ондай көп болмайды негізі. Өткен адамдар демалысқа кетеді. Демалысқа кетеді, шаруалар мен жұмыстары көп сол сияқты ғой. Негізі қазір жазда да аз емес. Әйтеуір, елдер артық салмақтан арылу үшін ең алдымен психологиямен жұмыс істеу қажет дейді. Мен арықпын, менің мінсіз денем бар. Дұрыс тамақтануға көшіңіз. Диета емес, дұрыс тамақтану демек ас мәзіріңізде біз үйренген ет пен сорпа болмайды. Көкөніс пен жеміс-жидектер және таза минералдарға бай су ішіңіз. Сонымен қатар спорт және де спорт. Физикалық жаттығуларсыз тек қана дұрыс тамақтанумен ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмайсыз. Жаттығу болғанда, жаттығуды жаманы или тиімсізі болмайды. Оның бәрі тиімді. Бірақ орында есе қолданса, оны бәрі тиімді. Сол білетін адаммен сол орны қолдану керекті. Негізі әр организмді өзіне индивидуальный подход болады. Содан салмақ тастағысы келген адамдармен де сондай бір индивидуальный подходпен жұмыс істейміз. Сондай бір энергетичный тренировок деген сияқты ауыр вестермен жұмыс істемейміз. Олармен сол өздерінің весімен сондай бір калория жігет ететін программамен жұмыс істейміз. Бүгінде әлеуметтік желілерде үйде отырып ақ жасайтын тиімді жаттығулар өте көп. Егер жазға дейін артып үлгермесеңіз, дәл қазір бастайық. Кеттік. Туф, осы жаз шықпай күні сымай тұрғанда арталатын адаммын ғой. Өзімді жеңіл сезініп тұрмын. Бүгінге осы жетеді. Ертең жалғастырайық.